Так, кім бастайды дейсің ғой. Бастай беріңіз. Интернетте кім бастады, сол бастайды ғой. Açılsın Bismillah deyip jır defteri. Ağayın kumardanışık tыңдап meni. 10 жыл бойы эфирден көрінбеппін, уақыт өтіп жатыр зырлап деге. Қайтадан сахнаға алып шықты баласы Айтақынның бұлғақ деге. Былтырғы жыл толы боп жаңалыққа, ел назарын футболға бұрмап еді. Қайрат пен Реал Мадрид ойнағанда Алматы кеттіңдер ғой шулап деге. Килиан Мбаппенің өзі келді, секілді қараторы үнді актері. Одан кейін Дженнифер Лопес келіп, стадионда концертін қылмап еді. Поп жұлдыз Джейло мен салыстырсам, шоқ жұлдыз Айнұрышкам сымбат деді. Биылғы жыл басталды батыл менен, өлең деген қазаққа қымбат деді. Ассалаумағалейкум көрерменім, сендерсіңдер ақынның шын бапкері. Айнұр мен Балғынбекті күттіңдер ме? Күткенде Дженнифер мен Мбаппені. Игигай, 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 игигай. Екі ол бір шал менен бір кемпірді қайтадан сахнаға кім келтірді? Тып-тыныш Астанада жатыр едім, үстіме киіп алып сұр жемпірді. Терең бір депрессияға түсіп кетіп, ауыстырып алыппын күн мен түнді. Ақын едім бұл күнде, сақыр болдым, өлең екен емдейтін бұл дертімді. Халықпен қауышқанда қуаныштан аспанға атқым келіп тұр бөркімді. Айнұр досым Стамбулдан келген кезде бөрік түгіл атар ем дубленкімді. Үстімде киімдерім қабат-қабат, әйтпесе айырар ем футболкімді. Игигай, 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 игигай. Кобрамның нервісінде қупенделер ойнаған, комментте көрермендер қой десе де қоймаған. Балғынбектің соққысына екі бала тоймаған. Өздерінің алаңында жеңеміз деп ойлаған. Шын дос болсаң айтшы Айнұр қай баланы сабайын. Қайсысының мұрнын бет қып, қайсын жерге қадайын. Қайсысын бутерброд қып, қайсын жұта салайын. Біріншісі көзі қысық Қытайлардан аумайды, екіншінің ауыз ашық күндіз түні сарнайды. Біріншісі дұшпандай боп айтқан тілді алмайды, екіншісі тышқандай боп жатқан пілді алдайды. Шын қостасаң айт жағайын, қай баланы сабайын. Қайсысын теуіп тастап, қайсын жерге қадайын. Қайсысының көзін ашып, кімнің аузын жабайын. Шын дос болсаң айтшы Айнұр, кімнен бастап қайнайын. Текеменен қошқар құсап қай қораға айдайын.
Kaysisin butur kurutup, kaysın birden şahinayın. Bu avuç büyük tuttu. Ayıp bulamaz. Ayıp buladı o pul ne? Tümün bu kapta. Birinci ayıp buladı o değil mi? Sen sunuyor. Böyle. Қарам жоям деп балғынбек шылқытып отыр шекені. Жандарбек кепті жалмандап қасына ертіп бөпені. Әкесі бұның айтақын жанып бір тұрған от еді. Содан туған Жандарбек қайтсем де сені жеңем деп қутың етеді. Қырам жоям деп балғынбек қатты кетпесең нетеді. Өзім ақ бүгін тындырам, дәл осы екеуін сындырам. Молда деген атың бар, сабырлы болсаң нетеді. Жаназаны оқуға дайын болсаң да жетеді. Бисмилля сөзді бастасам, ісімді аллар еттейді. Дәл бүгін біздің жарысты сағынған халық көп дейді. Екі бала мазанап, қоймағаннан соң кеп тұрмын, шабытымды кім шектейді. Өлетін бала осылай молаға қарай беттейді. Алқалы жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың. Сендерсіз мынау айтыстың көсегесі көктейді. Айтыстан айнұр кетсе де ақындық менен кетпейді. Айтыстың менмін айнұры, әлемнің барлық байлығы. Шуылдап соққан халықтың шапалағына жетпейді. Айтысқа шығып ағайын, шабытымды шақырдым. 35 жылдай айтысып, шәрбәтін жырдың татырдым. Шөкеңмен талай сайысып, қалжыңғат оны батырдым. Мұхамеджан мен Мұхтар да біреге еді батырдың. Қаймықпай шыққан солармен қайтпайтын нағыз ақынмын. 50-ге қадам бассам да, қартайып бара жатсам да, жағаласам деп жастармен жасарып бара жатырмын. Сіздерді біз жансырмай қаяқау боп жеңеміз. Дәл бүгін қанжығаға өңгереміз. Жаназасын шығар деп Айнұр апам айтса да біз ондайға көнбегеміз. Ең бірінші өзіңе өмір тіле, ешқашанда ешкімге өл демеңіз. Бал өлгенше шал өлсін дейді қазақ. Біз әлі көп қызықты көрмегеміз. Сондықтан бұл тақырыпқа келген кезде сіздермен сыйласуды жөн көреміз. Өмірде өздеріңмен шайқассақ та, өрімде кішірейіп жол береміз. Ай-ай-ай. Алатау шешпесеңді ақсәлдеңді, астапыралла деп бәкең шапшан келді.
Ақпанда болып жатқан біздің жоба ел күткен ерекше бір бастау болды. Инстаграмда басталған біздің айтыс қару қылып түр-түрлі жақсы әндерді. Ақынын сағынған ел мәз-майрам боп көңілі көл секілді тасқан болды. Ұлттық өнер айналып брендке әшейінде көрмейтін жастар көрді. Миллиондаған қаражат жұмсамай-ақ қаралым миллионнан астам болды. Әйтпесе атыс шабыс өсек аяң әлеуметтік желіні ашсаң болды. Қаптаған негативті ақпараттар жүйкеменен жүректі ластау болды. Сол кезде бұл ақындар шаттық сыйлап, халыққа жырдан шашу шашқан болды. Бүгінде баршаңызды разы қылып, шабарымыз шатырлатып соқсан болды. Онлайн, офлайн көрермендер арқаға шап деп қамшы бассаң болды. Қиқулап қолды соғып дүбірлетіп, жаңғыртып отыр айық аспан жерді айқаяқ. Ай-ай. Ақ киімді денелі, ақ сақалды Балғынбек бізге тиісіп жақсы атанды. Жаңа жыл біткен кезде келіп қапсын, қасын ертіп халяліне ақша қарды. Сүйретіп Алматыға қайдан келдің, Сұлтан Сүлейменде де жоқ шапанды. Қалағаның өлең бе, рэп бе көкем? Рэп айтып шығып кеттің рекке көкем. Молдалар инстаграмда рэп оқса шынымен ақыр заман жеткен екен. Ерке бұлан тоқтардың просмотры тоқтамай Балғынбекке өткен екен. Жансырымды мұжамын еземін деп интернетте айтқаның өктем екен. Бұрын аға бұндайың жоқ еді ғой, барлығы миыңдағы шектеу екен. Бүгін біраз бетіңді қайтармасақ айтатын әңгімеңіз көптеу екен. Психологпен 2-3 күн бірге жүріп, Самат сенкаң бетімен кеткен екен. Айқаяқ. Ай-ай. Самат сенкаң не қалады? Жансырым ағыл тегіл жырлайды ғой. Жанкүйер құлақ қойып тыңдайды ғой. Ал Сырымжан екеуміз кіріспесек, үлкендер тіресуден тынбайды ғой. Қарттарды сылап сипап айтсайық, пионер пенсионерді ұрмайды ғой. Ек шайнап бір жұта салмаймыз ба? Қарсыластар бір етті бір майлы ғой. Мен саған сатырлатып шайнап берем, сенің аузың жұтуға ыңғайлы ғой. Айқайқа. Ай-ай. Хоп! Вау! Бұйыртса бүгін қызық талай болады. Оған күә стендап сарай болады. Жандарбек не десе де істей салам, Жәкең маған жанашыр ағай болады. Айнұр мен Балғынбекті жұт деп отыр. Жауабым ойланбастан давай болады. Вилканы майлы жерден сұғып тұрып, Бәкеңді бургер қылсам оңай болады. Ал Айнұрға аппетит шаппай отыр. Көріп бұлай қарап, олай қарап. Молочный девочка жеп жүрміз ғой. Молочный бабушка қалай болады. Хоп, хоп. Оу, алталаш аңсап күткен аламан бар. Аламанда жүйрікті даралаңдар. Ассалаумағалейкум. Шоуды күтіп қар өлеңнің шайқасын қалағандар. Біздің үлкен өнерді сыйласаңдар. Бұл сахнаны кішкентай санамаңдар. Онлайн, офлайн көрген бұл жобаны
Қаншама ауылдар мен қалалар бар. Еш сарайға сыймайды бізді көріп, дәл қазір тақым қысқан бар адамдар. Республика сарайын жалдап алып, 10 адам келетін шаралар бар. Қайта біздің кішкентай жобаларда Балғынбектей висовой ағалар бар. Ақынның өлеңіне мән беріңдер, сахнаның көлеміне қарамаңдар. Тар сахнада тартысқан ақындарды кең пейілмен қолпаштап бағалаңдар. Хоп! Уа бәке, не кигенсіз үстіңізге? Стильдер бұндай емес, қысқы бізде. Андағы әлем-жәлем образыңды үйіңдегі ұштордан піштіңіз бе? Аяқ асты өзгеріп кетіпсіз ғой. Аябаскын аямай іштіңіз бе? Екі жеңін салбырап сақынаға, шаулен құсап аспаннан түстіңіз бе? Көп халық сізді көріп қорқып кетті. Көп жылқы сізді көріп мөңкіп кетті. Екі түлкі іліп ап, екі иыққа шапанды ешкімнен де кемтікпепті. Ол аздай бөркіне де түлкі өріп ап, екі беті қызара бөртіп кепті. Айнұрды сақынаға алып шығып, Балғынбек бізге қарсы жортып кетті. Үстіндегі үш түлкі аз болғандай, Түркияның түлкісін ертіп кепті. Хоп, хоп. Оу, үлкендер ағалыққа татымас па? Баланы да аға тұт ақылатса. Кепсіңдер жан сырымды құлатуға, ниеттерің ұқсайды батырашқа. Жастармен жағаласып не көрінді, таласып айсон тіккен матрасқа. Айнұр әпкем 0,5 болған кезде Балғынбек 5 литрлік баклашка. Мультиктегі Маша мен медведь құсап, қош келдіңдер аю мен матрешка. Хоп, хоп. Жап-жақсы бала едің ғой. Қажы боп келген Меккеден. Соншама бүгін шапшыдың. Тиіскін келіп өкпеден. Ішкен жегенді сөз қылған жігіттерді жек көрем. Баяғы біздің батырлар найзамен шаншып ет жеген. Қазіргі біздің батырлар вилкамен шұқып торт жеген. Молочный девочкасың деп сен едің маған жетпеген. Абайлап сөйлеп атаңа, бажылдай берме апаңа. Малакасостың аузынан малакосы кеппеген. Белес, белес, белес пе, белес жақын емес пе. Үлкен болып жастарды шақырсақ дебек кеңеске. Жол беремін деп өлімде бастады жәкең егеске. Жас кәріге қарамай құрбандық шалған халықпыз, осыны ұста сен еске. Құлынның еті ағайын тәтті болады емес пе? Киімге тескен балдарды мойындатайық деп тұрмыз. Біз сияқты жарқырап киіну керек тек тұл қыз. Қасқыр түлкіні қырдық қой, терісін бүгін ілдік қой. Бәкең екеуміз сендерді мақұлдатуға кеп тұрмыз. Жеңістің сәтін дәл бүгін жақындатуға кеп тұрмыз. Бізді қолдаған халықтың
аямай соққан қолдарын шатырлатуға кеп тұрмыз. Бақа досымыз екеуіміз жеңістің сәтін осылай жақындатуға кеп тұрмыз. Бақа шаянды құтыртпай бақылдатуға кеп тұрмыз. Cansırım, şalkaymay, öz övrümü yenki batır, aldığında malay emes imperator. Aynur деген kunduzun tağıp geldi. Mende var bir emes üç tülkü vardır. Çıltıragan bir denge bir de kiyim kiyip alıp ekevin bop kapsınlar inkubator. Jol verem dep kaytesin bizge ölümde. Aynalayın Jandarбек sen turadır. Taygulunun eti tәтті болады dep mınjaktan aytıp jatır kempir akıl. Жастар кеп шал кемпірмен шарпысқанда бұл жерде ысымайма температур. Таңдай құрғап, маңдайдан тер аққанда екеуің іздейсіңдер вентилятор. Сол кезде салқын ауа соқтыратын менеке жең емес бұл жентилятор. Игигай, 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 игигай. Ya Allah, korkam senin kakarından. Korkpayma mına eki nakaluldan. Ölümde kişireyip yol verem dep, ekevi alıp otur sakalımdan. Jandarбек jagaga kep jarmasa da, sırımı tartkılaydı şapanımdan. Ajal menen oynaydı bu ekevi ayuday çıkarıp apanımdan. Zaң басқа, zaman басқа бұл күндері. Жансарым мені қатты қапа қылған. Бұлар адам болмайды мен білгенде, пайда жоқ психологқа апарудан. Ораза басталғанша амал қылып, дем салып отырайын походу вам. Игага, игай, 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 игай. Жеңемес бәкеңдікі жентилятор. Біз емес желгіш атым мелки батыр. Ва бәке ары қарай желдетіңіз, сіз жақтан дұрыс ауа келмей жатыр. Қош жеңін желпілдеткен рэперім, сөзін тыңда жансырым дуэтінің. Жентилятор қақалып істен шығат, шешілсе аяқтағы суретігің. Қазір вентилятордың заман өткен, көп болса желдетерсің бір-екі күн. Жеңді желдеткенің аз болғандай, бартығы сүфтеп бізге үретінің. Осыдан ақ көрініп тұр ғой бәке, кірмейтін темаларға кіретінің. Реальный тірліктермен айналыспай, өмірі воздух қуып жүретінің. Айғай ақыл, ай, ай. Біз сізді отырғанда көке санап, сіз бізді отырсыз ғой бөпе санап. Балғынбектей досының сөзін сөйлеп, Айнұр апам біздерге төте шабады.
Ay апа, siz bırak da abayılаңыз. Досыңыз сәлден кейін жеке шабат. Дәл қазір қасыңызда отырған мен, сәлден соң қарсы бетке өте салат. Өзіңіз білесіз ғой, жан досыңыз достыққа келген кезде өте салақ. Біздің бәкең Түркиядан келгендерді бір-ақ күнде танымай кете салады. Ай, ай, біздерді ел құлағын тосып көрет, онлайн эфирді қосып көрет. Молда менен психолог қосылғанда түбі қалай болар деп шошып кебек. Шынымен бұларға айтып дос болып жүр, екеуі екі жақтан несіп терет. Молда болған Балғынбек шақырады, құлшылықты жасауға мешітке кеп. Психолог Айнұрлар шақырады, өзіңнің бақытыңнан кешікпе деп. Детский травма деген бәле шықты, біз бұрын ондай сөзді есітпебек. Неше түрлі детский травмасы бар, бұл күнде қанша бала өсіп келеді. Қалай травма болмайсың 5 жасыңда, молдалар бір жеріңді осып береді. 40-қа келген кезде сол байқұстар Айнұрдың курсына көшіп келеді. Қысқасы екеуі де біргемеді, ескекті екі жерден есіп береді. Біреуі травма жасап кесіп береді, біреуі сол травманы шешіп береді. Кескеннен шешкеннен де ақша жасап, ең соңында қалтаңды тесіп береді. Ай, 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 ай. Ау барады психологқа қайғырыз адам. Жігерсіз боп сенімнен айрылса адам. Балғынбек шапаныңа тиісіп едім, жалтарып жауап бермей қойдың соған. Негізді оны бекер киген жоқсың, жаба салған мат емес, жай бұлсаған. Визуализация дегенде бәле шықты. Коучтардан көп естіп тойдым соған. Сен де сол техниканы жасап тұрсын, сабағың сатқан екен қайғу саған. Баяғы байлар құсап кейінде дау, образы керек деп байдың саған. Он айтқан қасыңдағы коуч шығар, басқаның жанашиды қайбір саған. Богатый мішленемен өмір сүр деп кигізіп қойған шығар, Айнұр саған. Хоп, хоп. Оу, Айнұр бізді бала деп төпе батыр. Малакасос дедің ау, өте батыл. Аузынан сүт көппеген бал емеспін, маладеспін, басымда жетеді ақыл. Бірақта маған мама болам десең, боламын төске шапқан бөпе батыр. Аузыма сүт тамызса қой демеймін, вентилятор қасындағы сеператор. Хоп, хоп. Жансырым боп бастайық, жақсы сөзден қашпайық. Айнұр менен Балғынға қарсы шықты қасқайып. Халық қолдап тұрғанда сақынада саспайық. Нағыз шоуды сіздерге бір көрсетіп тастайық. Оппа, оппа, бір шапалақ жоқ па? Жансырым тұр алдыңда, көңілдерін қалдырма. Айнұр апай ардақты, бриллианттай салмақты. Айнұр апай ардақты, бриллианттай салмақты. Айтсам деп балалармен Түркиядан заулапты. Истанбулда шай ішет, қолын ұстап бардақты. Ал Балғынбек жүреді, бардақ қылып жан-жақты. Оппа, оппа, Балғын аға тоқта. Қала берсін балшырын, жана берсін жансырым. Жағасында Босфордың Айнұр мінген яқта. Яқта мен келдің бе, немен келдің бұяққа? Балғын мінсе кемеге көтермейтін сияқта. Кемелерің тесіліп, қап жүрмеңдер ұятқа. Оппа, оппа,
яқталарың көп па? Яқта түгіл жоқ бізде баллоны вылотка. Беріспейтін өліспей, Айнұр апа семіскі. Айнұр болса крышаң тақияңды теріскі. Балғынаға айтыстың Наполеоны деріскі. Наполеонның бір ақта батальоны женіскі. Опа, опа, балғынаға тоқта. Қала берісін балшырын, жана берісін жансырым. Балғынбекті ағама бас демеуші сат деген, жансырымға демеуші табылмады әт деген. Сат компания шайына шөп қосады көп деген. Айнұр әпке байқаңыз статья ғой шөп деген. Опа, опа, шайма әлде шөппа, ішіп алып сұңғыла, тесіп қойма құрбыңа. Балғынаға қандайсың, 90-дағы шалдайсың, алдар көсе қатырған жуанбайдан аумайсың. Бірде репер, бір дақын балаларды алдайсың. Реп айтсаң да біз қосап бір екпелей алмайсың. Опа, опа, біздің бір ек чотқа, бізге қарсы тұратын рептерің жоқ па? Опа, опа, осы жерден тоқта, жансырымға айтатын жауаптарың жоқ па? Хоп, ей! Ұшалмадыңдар биікке, сұңқарма десем қияқты. Шегіртке құсап шекіріп, шабалмадың ау алысқа тұлпарма дебем тұяқты. Шегірткен айғыр бұл. Сепаратор дегенде аузынан су ақты. Әке деп жүрсем мен мұны айтады сөзі ұятты. Әйелі туады жыл сайын, ал мына оңбаған түн сайын. 3 баласы мен таласып, сүт еміп жүрген сияқты. Матпа. Жәкеңе жауап бермесем, ағайын мені кешпейді. Маған травма салдың деп, әй мына бала өспейді. Кінәлі емеспін мен бұған, психикасы бұзылған. Айтақынның үйінде нормальный бала өспейді. Травмалардың, мұлардың ешқандай маман шешпейді. Әкесімен талай айтысып, шығарып еді быт-шытын, білмеймін бізге не істейді. Әкесіменен ұрысқан, кемпір шал көрсе тырысқан. Травмасын бұлардың ешқандай адам шешпейді. Психбольница болмаса, психолог көмектеспейді. Önerde men Bonaparte Napolyon, қалай екен женский батальон. Айнұр шапан кигізсе жаман бекен. Вот стиль, вот красота, вот объем. Велюр жакард. Күміс кисені айтпағанда, ішіндегі көйлегім матальон. Амбассадор боламын соңғылаға, ардашша мол болашақ компаньон. Балғынбек воздух қуған демей ақ қой, сендерді жел сөзбен ақ атап ем.
Senderdiki порожняк, ал біз болсақ, работаем на успех, на подъем. Игигай, игай, игигай, игигай, игай, игигай. Айтыба. Сампа, симаси, сампа, симаси, сампа, симаси, сампа, симаси. Айтып оппана. Екі бала тоқтады. Дуэт болып бұл жерде әр нәрсені оттады. Сенгендерің бейметек, оны Айнұр күйретеді. Сырым түгіл жандардың папасында билетеді. Сампа, симаси, сампа, симаси. Жампар кеше, жастар кеше, бүлінді, шал кемпірге ұрынды. Айырайын деп келдік, Жандарбекпен сырымды. Біреу фанат бадарға, біреу фанат шалдарға. Төбелесті біз түгіл, директор мен замдарда. Сампа, симаси, сампа, симаси. Медведь пенен Маша деп шалықтады лепірді. Ал өзіне қарасаң, Томи Джерри секілді. Мен бастайын сампаны, қоздырайын арқаны. Балғынбек шоу дейді құн, түсірмеймін марканы. Сампа, симаси, сампа, симаси, сампа, симаси. Не слышу, Казахстан! Вау! Ләтір, ләтір, лай, лай, ләтір, ләтір, лай, лай. Патыр бұт тұрып нандай, еріп тұрған майдай. Жыным тисе, шайнай сал, жұта салам, екеуіңді ойланбай. Самса, билиши, самса, билиши, самса, билиши. Ол, о балай, түсінбейді мені оларай. Түтіп жейді неге оларай. Сыртқы сұрымды, о балай, кетіңдерші бізге жоламай. Жандарбекте құртты, сүтті сорамай, құртты сырымды. Сампа, симаси, сампа, симаси. Группа «Россия» представляет. А я не пришел на новогодний зал. Таппадыңдар ма сәл огромный зал? Таппадыңдар ма сәл огромный зал? Народ так ждал, народ так ждал. Айнұр хотела сделать фестиваль. Мұнда сыймайды даже местныйлар. Көргісі келген кемі 5000 бар. Өлә так жаль, өлә так жаль. Сампа, симаси, сампа, симаси. Мальчик хочет понтов, чики-чики-чикита. Мальчик хочет понтов, чики-чики-чикита. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Сампа, симаси, сампа, симаси. Группа Узбекистан представляет. Удар, удар, удар der misin? Yalli, yalli yar. Udar, udar, udar der misin? Yalli, yalli yar. Udar, udar bersem yer misin? Yalli, yalli yar. Yaxşı udar bersem yer misin? Yalli, yalli yar. Udar bergen kollarыңды еркебlandiki der misin? Yalli, yalli yar. Sampa, simasi, sampa, simasi. Wow! Группа Кыргызстан представляет. Босфордың арғы жағынан Istanbul büyük şaharından Kayşa men brilyant gül alıp kursatkan koştu sağına. Sağınam, yeldi sağınam, osunav, жерді сағынам,
Қазақтың бірлік берекесі мен үшін қымбат бәрінен. Сампа симаси, сампа симаси. Ән айтсаңыз хиттерді түгендейсің. Хайлайлымге неге сап жібермейсің? Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Ұстазыңның әуенін ұмытсаңыз шәкірттерге нағыл деп ренжейсің. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Балғынбектің айтысы хайлайлым сіз күшті емес, жер теппесе желпініп, иықта басы істемес. 5-7 объемың. Оу, біздерден қызық күтіп елім отыр. Байқаймын жан сырымға сеніп отыр. Енді өзіміз айтысты қыздырмасақ шалдарда шаруа бітіп өліп отыр. Бұл залдың арасында көрермен боп, бұл шоуды менің мамам көріп отыр. Мен секілді баласы атқа шауып, тақым қысып жанкүйер болып отыр. Айтпақшы бүгін оның туған күні, бұл сұрым оны айтпаса лағып отыр. Бұл сұрым мамасына падарық қып, дәулерді мамалатып жеңіп отыр. Ендеше осы сәтті пайдаланып, мамамды құттықтағым келіп отыр. Хоп, хоп. Алдыға отырыңыздар, бағын бері сонда. Ақын қылған мені мұғалімімсің, айналайын мама туған күніңмен. Сіздей қамқор маған кім бар жүгірген, айналайын мама туған күніңмен. Балғынбек пен Айнұр бізден жеңілді, соны көріп мамам сондай көңілді. Балғынбектің созған ұзын жеңіндей, мен тілеймін сізге ұзақ өмірді. Ла-л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 а, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хайлайлымге салайын сұрасаңдар, шыдамайды дүбірге шуа саулар. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Қаласаңдар Алланың жеңілдігін жеңілдік деп орнынан тұрасаңдар. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Айнұр менен Балғынның достығын еш қызғанба, талқан болған түгім жоқ, қалқан болдым қыздарға. Бұл өнерден сән кетпес, сақынада біз барда, қыран-қыран боп қалады, жабылса да 100 қарға. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Халқым келді мінекей, шоу концерттей көріп той. Балдар қалды шашылып, қарттар жағы берік қой. Отырсыңдар не қуып, басымдағы менікі, тақ емес бөрік қой. Айнұрдікі айналайын, макияж емес көрік қой. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Сырымжанның анасын елейсіңдер, Айнұрдың да мамасы бар демейсіңдер. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Бүгін менің папамның Айнұрдың мамасы. Бүгін менің папамның да туған күні. Құттықтасам ардақтап, не дейсіңдер? Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым.
75'ke дәл келген жүрсін ағам тау дерем. Разылығын әкемнің іздеп жүрмін әлі де мен. Бірақ осы күндері алыстап жүр сәлменен. Әкем тастап кетті деп кім көкпелеп бәлденем. Қай жерімгем сырымнан құтықтайын әнменен. Хайлайным хайлайным. Сен сенгенім сенсіз жерде түседі еңсем менің. Жүйрігі боп жүрсіннің танылғанмын. Өнерді әкең кім десе мен сен дедім. Пірім менің сенен артық бар еді кімім менің. Сені қалғанда таңылып арбаңызға білсең еді жүрегім тілінгенін ей жүрсін пірім менің. Кемеңгерім ол өнерге сіңді ғой көп еңбегің. Осы сенің ісіңді жалғау ғана. Біз өнердің көбейтсек көрерменін. Әкем менің ұлтың үшін бастықтың қатерге мың. Жүрсін ағама бір өлең арнамасам, Балғынбек шоу болғаным зачем менің ей родной әкем менің. Қашанғы деп жүреміз ауылбаймыз, онлайн дамыдық дамудайбыз. Сырым шығып мамасын құттықтады, ананы қадірлесек жаңылмаймыз. Албәкең жүрсін ағаны құттықтады, сонда да дей алмаймын дамылдаймыз. Манаттай апамызға қол соғайып, туып берген Айнұрдай ханымдай қыз. Ағайын құттықтайтын тағы кім бар? Бесеуіміз күнде бұлай табылмаймыз. Әнде бар қыз ұзату, қыз сыны осенний бал тақпақ жазып тапсырма орындаймыз. Әнде бар молочный торттарда бар құттықтауға заказдар қабылдаймыз. Айқаяға ақындар елге жырын ұсынғандар, айқасып аламанда ысылғандар. Мейрамның ең үлкенін айтпадыңдар, календарға қараудан қысылмаңдар. Келе жатқан ең ұлық мерекеміз Рамазан құтты болсын мұсылмандар. Тұратын абыройы таушыңында, Балғынбек ағам қара наршынында. Ал енді Айнұр апам айтысқанда сөздері ұқсаушы еді балшырынға. Сахнадан сіздер көптеп шықпай кетіп, зар болды елің тұнық тамшы жырға. Сіздердей саңлақтар болмаған соң сара сөз сапалы айтыс таусылуда. Сондықтан біз әдейі интернетте тырысқанбыз намысқа қамшыруға. Бар ойымыз халыққа алып шығу, мінекей жоспарымыз дәл шығуда. Ағапкелер коуч пен молда болмай, айтыскер ақын болып қалшы мыңға. Сіздерден өлең тыңдап өссін ұрпақ, таңсық қылмай батыстың қаңсығында. Көрерменмен біз қайта қауыштырып, көркі боп отырсыздар шаршыныңда. Айтыстың аңыздарын алып шыққан ағайын ырза шығар жан сырымға. Айқаяғы сейілткен сан ғасырлық бұлтың делім,
жұттыға азаттықтың шіркіндемін. Мінекей Алматының хақ төрінде көрсеттік төленердің түр-түрлерін. Бұрын мұнда қазақтар көп жүрмейтін, қаланың тұрғаннан соң сыртын делім. Кеңестің құрсауынан құтылмасаң, осылай ойнап күлу мүмкін белім. Білеміз ғой қазақ біз деп айта алмай, сан мәрте еліміздің іркілгенін. Ана тілде сөйлесең қалбитсың деп өзгелердің естушек зіркілдеуін. Бостандық алмағанда 91-де бұлбұлдай сайраушы еді бұл тілдегім. Қазақ тілі қағазда дамымайды, өзің сөйлеп шешпесең тіл күрмеуін. Мінекей қаланың қақ ортасында жаңғырды саф алтындай ғұрпым менің. Рухани азықпен мақтанбасақ, құзғында табалады құлқын жемін. Шаршама ұлттық рухты оятудан, қиындықпен өтсе де күн түндерің. Майда қадам жеткізер мақсатыңа, осыны түсінетін күн туделім. Тағдыры тас көтердіп қойса дағы, ұлудай жылжи берші ұлтым менің айғаяғы. Шабыты ақындардың шалқар болар, көңілі көрерменнің дархан болар. Ұлтымның ұйысқанын көрсететін, бұл кезең боп тұр заң талданар. Жауапты сәт келгенде қазақ елі, адаспас бағытыңды дәл таңдап ал. Байқап басайық әр қадамды, азаттық аманаты арқамда бар. Өйткені бірлігіңді көр алмайтын, опасыз қас күнемдер ортаңда бар. Бір қазақты айдап сап бір қазаққа, бағыңды көр алмайтын қорқау да бар. Тату болып төртеуі түгел болмай, алауыз болып жүрген алтауы да бар. Патша біреу басқасы тіреу болмай, іргесі ынтымақтың талқан болар. Өзінің басшысына бағынбаған, өзгенің қосшысына жау таңғағар. Бірлігіңнен айырылма қазақ елі, ел болайық басқалар аң-таң болар. Жіппен жіп біріккенде арқан болар, жұмылып жұрт біріксе қалқан болар. Айқаяғы Айтысты сүйген ағайын, сүйсініп бізге қарашы. Айтыскерлердің қашанда бұзылмас екен арасы. Дәл келіп айтыс бүгінге, жүкеңдің туған күнінде сәйкестік барау шамасы. Мың жасасын тілегім, жүрсінді елдің данасы. Анау тұрған сырымның сүт сұрай берет деп жүрсем, қасында екен ғой мамасы. Ақындардың қашанда кірленбесін жағасы. Ақындықтарың бір төбе, батырлықтарың бір төбе. Сендердей болсын тілегім, қазақтың барлық баласы. Сыйласқанға не жетсін, тірлікте мынау қасқағым. Алатаудай балғын бек, аласармайтын асқағым. Жандарбек сырым мұрадым, жалындап тұрған жастарым. Бейбітшіліктің күнінде айтыс тыңдап отырмыз, осы ғой жазар дастаным. Елімнен кетпей тыныштық, жерімнен кетпей ырыс құт. Бұлт шалмасын ешқашан қазақтың ашық аспанын. Мағандай Нұр әпкемнің үні қымбат, Балғынбек ағамыздың жыры қымбат.
сіздермен айқасуға жарап қалсақ, ер жеткенбіз тәрбие біліміңдап, әзілді түсінбейтін кейбіреулер үлкенді қылды деп жүр, іні қылжақ. Айнұр менен Балғынның шәкірттері отырған бір әуесхан, бірі бұлғақ. Өмірде алдарыңнан кес өтпейміз, сахнада сайыссақта құр ырымдап. Жансырым үлкендерге жол береді, әрқашан бола берсін ғұмырың бақ. Сыйластықтың үлгісін көрсетейік, өз жаныңнан кетердей түңіліп жат. Өйткені өздеріңді жеңу емес, біздерге сіздерменен бірігу бақ. Бірақ сәттік жеңістің ләззат емес, мәңгілік сыйластықтың құны қымбат. Хоп, хоп. Оу, адаммен жолдас болсаң пілге мінгін. Аулаңнан орын сайла дүрге бірден. Шыны керек, айналдық әлеуметке, әлеуметтік желіге күнде кірген. Кім болса сол жұлдыз боп кеткеннен соң, білмегенім көп боп тұр білгенімнен. Айнұр Балғын сахнаға қайта шығып, халықта риза боп тұр шын көңілден. Ит жоқта шошқыр өт деп сіздер жоқта, әйтпесе жұлдыз болды кім көрінген. Қаптаған даңғаза мен дарақының желіде оқырманы қара құрым. Жын ойнақты көруге интернетке жартысын төлеп жүрміз жалақының. Қазір кілең бетсіздер жұлдыз болды, арсыздығын желіге салатығын. Жасырмай көрсетеді ішіп шегіп, казино ойнап күнде лағатының. Ішкені мен жегені былай тұрсын, ішін ашып көрсетеді халатының. Боқтың жет атасын тізіп айтып, ылас сөзбен былғайды ана тілін. Бірақ не деп ренжиміз біз оларға, осындай есерлердің фанаты кім? Көргенсіздің барлығын қызық көріп, өзіміз ғой тіркеліп алатығын. Сенің де арсыздыққа қосылғаның, соларды басқа адамға таратуың. Онда тұрған не бар деп көрген сәтте, ойланбай лайк баса салатының. Кімге тіркелгеніңе мән беріп қой, адам болсаң басыңда бар ақылың. Әр қазақ ұмытпасын титтей амал, үлкен іске себеп боп қалатынын. Таутасты қопаратын тасқын суға, тамшының да әсері болатынын. Хоп, хоп. Көз айым боп Айнұр менен Балғынға, халқым бүгін бір жадырап қалдың ба? Бейбіт күннің шарапаты емес пе, өздеріңді бөліп жатсақ әнжырға. Қандай бақыт өз далаңда күн кешкен, өз анаңның ұйықтағандай алдында. Тату елдің тастары да гүлдейді, бірліксіз ел бірін бірі күндейді. Төбесінен бомбы жауған елдердің балалары еркін ойнап күлмейді. Келешегі кері кеткен ел ғана баста тұрған өз бақытын білмейді. Тыныш ұйықтап күнде тәтті түс көру көп елдердің түсіне де кірмейді. Жандида деп ана тілдің жолында неше түрлі талқылаулар болуда. Қылдай нәзік мәселеде шуламай өлшеу керек оңы менен солында. Өз тіліңді қолдана біл әуелі, банкоматта, дүкендерде, форумда. Қағаз демес қазақ тілін дамыту, қаны қазақ, әр қазақтың қолында. Бүгін дата болды атаулы, қоштасатын сәтте міне тақалды. Осы менен босай тысты тоқтатып, қуантайық көрген жермен жаһанды.
Balgınbekti ağamыздың аузымен жандар сырым самса биляш атанды. Самса менен биляштарды жеп болсаң, ас біткенде бересең, бір берсеңші батаңды. Самса менен биляштарды жеп болсаң, ас соңында беріп кетші батаңды. Ey cansırım. Aldığında balgın Aynur kos asu var. Atıp ap sosun bata tosasınlar. Siyahım belgili koy. Sen ekеуің батаға қанша теңге қосасыңдар? Реальный бағамдайсам қашасыңдар. Балғынбектің батасын алсаң бірақ, кез келген қарсыласты шашасыңдар. Жау дұшпанның мыстарын басасыңдар, ел алмайтын асудан асасыңдар. Бұл менің ақбатамның басы ғана, арғара инстаграмды ашасыңдар. Батамды толығырақ алу үшін подробне бастырмасын батасыңдар. Игига, ига, игига, игига, ига, игига. Ағайын, Алланың сезу керек нұрын жауған. Бас тартпаймыз жақсылық ырымдаудан. Бауырлығымыз білу керек бір нәрсе бар. Қарызбыз ата-анаға туылғаннан. Жастардың жардан құлап жатқандары ата-анасын сыйламай құбылғаннан. Сөз соңында айтарым баршаңызға, бәріміз үлгі алайық бұл ұлдардан, әкесін құрметтеуді Жандарбектен, анасын аялауды Сырым жаннан. Игига, ига, игига, игига, ига, игига. Бақыт құс 91-де басқа қонды, сол көзді Назарбаев атқа қонды. Ақшта 6 президент ауысқанша, сонша жыл Нұр ағамыз тақта болды. Ыстықты да, суықты да бірге көрдік, еліміз тоқта болды, ашта болды. Жемқорлар елді сатып, кенді сатып, көкейінде байлық пен ақша болды. Елбасымыз орнын беріп жатқан кезде Перуашевтің көзінде жаста болды. Қазағымның саралтын сабыр төбі деген сөзі ағайын раста болды. Ешқандай жемқорлыққа лайлан былғанбаған баласы жазушының патша болды. Тигрес тигр деп біз мақтамастан, жағымпаздық дегенді таста болды. Елбасыны мақтап, біз құрттық қой, 30 жыл бетімізде маска болды. Той тойлайды қояйық енді қазақ, біліміз деп көздерін ашса болды. 80% өзгертіп ата заңды, мемлекет қамалалар жасқа келді. Елбасының өзгертіп ескі заңын дамитын таңдау керек басқа жолды. Қасым Жомарт қазаққа құт болу үшін бастасын Қасым қандай қасқа жолды. Игига, 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 игига.